Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай дәмді салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен маған қолдау білдіріп, менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Ендеше достар, салатты әзірлеуге кірісеміз. Ол үшін бізге осындай орам жапырақ, тәтті бұрыш, сәбіз, қияр, қызанақ, зәйтүн майы, чимчим соусы, чеснок, тұз, қара бұрыш керек болады. Ең бірінші орам жапырақты алып екіге бөлеміз. Мен бұл салатқа жарты орам жапырақты ғана қолдандым. Міне енді видеода көргендей етіп, орам жапырақты осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Дайын болған орам жапырақтарымызды противинді майлап, противинге саламыз. Және қызып тұрған пеште 20 минутқа пісіріп аламыз. Сіздер суға қайнатып алсаңыздар да болады, бірақ маған пешке салып дайындаған ұнайды. Пешке салып дайындасаңыздар өте дәмді болып шығады. Достар, келесі кезекте сәбізді маринаттаймыз. Ол үшін бір сәбізді үккіштен өткізіп, чеснокты өте ұсақ етіп турап, тереңдеу ыдысымызға саламыз. Дайын болған сәбіздің үстіне бір тамшы ғана уксус құямыз, чимчим соусынан аз ғана саламыз, татымына қарай тұз, бұрыш салып, қолмен жақсылап, езгілеп басамыз үстінен. Сәбізді маринаттап болғасын, бетін пакетпен жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Келесі кезекте көкөністерді турауға кірісеміз. Тәтті бұрыштарымызды осылай ұзынша етіп турап аламыз. Тәтті бұрыштарды мен жарты-жартыдан ғана қолдандым, өйткені мен салатты 3-4 адамға ғана даярлап жатырмын. Егер сіздер адам сандарыңыз көп немесе аз болса, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қолдануға болады. Туралған тәтті бұрыштарымызды осындай тереңдеу ыдысқа саламыз. Әрі қарай қиярды екіге бөліп, ұзынша етіп турап аламыз. Қызанақты да мына видеода көргендей етіп тураймыз. Өте майда болмау керек, қызанақтарымыз ірі-ірі болып көрініп тұру керек. Сәбізді маринаттап, көкөністерді турап болғанша, біздің орам жапырақтарымыз да дайын болды. Пештен шыққан орам жапырақтарды міндетті түрде суытып аламыз. Туралған көкөністердің үстіне орам жапырақтарымызды саламыз. Дайын болған маринатталған сәбізімізді салатқа қосамыз. Салаттың заправкасына осы чимчим соусын қолданамын. Шамамен мен бір ас қасықтай салдым. Салатқа бір ас қасық зәйтүн майын құямыз және өте ұсақ етіп туралған кинза, чеснокты саламыз. Татымына қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Достар, қараңыздаршы, өте аз уақыттың ішінде дәмді әрі пайдалы салат дайындап шықтық. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Дайын болған салатты 30-40 минутқа тоңазытқышқа салып қоюға болады. Себебі дәмі бір-біріне сіңуі керек. Достар, сіздерге салат ұнаған болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Кеңес беремін. Өте дәмді болады.